Инвестициялық алаяқ Алматыда жас жігіт адамдарды 50 миллион теңгеге алдап кеткен. 1996 жылы туған азамат Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 190 бабы 4 бөлігі алаяқтық бойынша қылмыстық іс қозғалды. Күдікті салынған ақшаны өсіммен қайтарып беруге уәде беріп, түрлі бизнес жобаларына инвесторларды тартып отырған. Оның әрекетінен келтірілген жалпы шығын мөлшері 50 миллион теңгені құрады. Жедел іс шаралар жүргізілді, күдікті ұсталды. Тергеу барысында оның осыған ұқсас бірнеше эпизодтарға қатысы бар екені анықталды. 2019 жылдан бері азамат бизнеске ақша саламын деген желеумен жергілікті тұрғындардың ақшасын жымқырған. Қазір зардап шеккендердің нақты саны анықталуда. Кейбірі әлі полицияға арызданбаған, дейді Алматы қаласының Алмалы аудандық полиция бөлімінің бастығы Есен Ысқақов. Тергеу барысында күдіктіге қатысты қамауға алу түріндегі бұлтартпау шарасы таңдалды. Ол уақытша ұстау изоляторына қамалды.